Так, бұл сабақта а плюс в-ның квадраты тең болады а квадрат плюс 2аб плюс в квадрат деген ең көп қолданылатын формуланың түсіндірілу жолын геометриялық әдіспен көрсететін боламыз. Мұндағы а және в деген кесіндінің бөліктері деп есептесек. Так, мұнда кесінді болса, мына жерде а, мұнда в деп белгілесек. Яғни не? А тең болады, 2а тең болады в-ға, яғни бұның ұзындығы а-дан 2 есе үлкен. Яғни осындай кесіндіден, мынандай кесіндіден квадрат тұрғызсақ, бізден не шығады екен? Так, квадрат тұрғызайық. Енді осы квадраттың бойларын белгілеп шығайық. Так, бөлсек мұндай. Так, мынандай болады. Мына бөлік а, мына сәйкесінше в, мына бөлікте а, мұнда да в, мұнда тағы в тұрады. Мұнда а, мұнда в, а. Әрбір қабырғасы а, в деп бөлініп шықты. Енді мұна берілген ауданның ауданын тапсақ не болады? Ол мұнамен мынаның көйтіндісі. А көйту а, бұл а квадрат болады. Мұнда в көйту а, мұнаның аудан шығады көзде, а в болады. Мұнда мұнаның ауданы в көйту в квадрат. Мұнда да в көйту а, в. Енді осында квадраттың ауданын табу үшін не істейміз? Так, бізде бірінші қабырғасы арқылы. Мұна қабырғасын табып аламыз. А, қабырғасының ұзындығы а плюс в болады. Және аудан табу үшін а 2 квадрат саламыз, тек болды. Енді сәйкесінше қосып шығамыз. А-ға а-ны қоссақ 2а болады. Мұнда а квадрат бар. А квадрат қосу 2а қосу в квадрат. Шығады сонда бізде. Яғни геометриялық әдіспен осылай. Не болмаса мына берілген жақшаны екі жақшаға жіктейміз. А плюс в көбейту а плюс в. Екеуінде де бір дәреже тұр. Дәреженің формуласына сәйкес екеуіне дәреже көрсеткіштерін қосыламыз. 2 шығады. Ал ары қарай ашсақ мынандай болады. Егер осы нәрсе түсінікті болса, видеоға лайк басамыз, каналға жазыламыз.